Сәлем достар, бүгін біз торттың сыртын қаптайтын боламыз. Алдымен бөлме температурасындағы сары майға қант ұнтағын қосып, жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Біздің сары майымыз ұлғайып және ағаруы қажет. Жиектерінде тұрып қалған массаны жиып алып, оны да араластыруды ұмытпаймыз. Міне біздің сары майымыз ұлғайып, ағарды. Енді холодильникте тұрған творожный сырды қосып, тағы бір рет миксерлеп аламыз. Кремді миксерлеу барысында кремде артық ауалар жиналады. Сол ауаны шығарып тастау үшін осылай лопатканың көмегімен бір араластырып алған жөн. Егер біз бұл процесс істемей бірден торт қаптауға көшетін болсақ, торт қаптау барысында тесіктер пайда болады. Бұл тесіктер тортыңызды тегіс емес қылып көрсетеді. Бізде осындай тығыз масса шығуы қажет. Кремді кондитерлік қапшыққа бөліп салып аламыз, және бізге осындай шпатель мен спатула қажет болады. Қапшықтың басын кесіп алып, видеодағыдай тегіс қылып жағып аламыз. Кез келген тортты қаптамас бұрын, ол торт міндетті түрде холодильникте кем дегенде 6-8 сағат тұруы қажет. Жаңа жиналған тортқа қаптау жасауға кеңес бермеймін, себебі тортыңыз бір жаққа қарай қисайып, тегіс емес болып көрінуі мүмкін. Егер тортыңыз тегіс әдемі болып шықсын десеңіз, міндетті түрде бір түн тұрған тортқа, кем дегенде 6 сағат тұрған тортқа қаптау жасаған жөн. Осылай шпательдің көмегімен орындықты айналдыра отырып тегістеп аламыз. Тегістеу барысында шпательді 90 градуста тіке ұстаймыз және тортқа қатты батырмаймыз, жай ғана ұстап тұрып орындықты айналдырып отырсақ жеткілікті. Енді спатуланың көмегімен торттың бетін тегістейміз. Жетпеген жеріне крем жағып жіберсек болады. Енді тортымыздың жан жағын тегістеп аламыз. Мен осылай спатуланың көмегімен тегістеп аламын. Әр тегістеген сайын спатуланы кремнен тазартып отырамын. Видео сабақ пайдалы болса, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.